Assalamualaikum. Hürmetli Şurası katılımcılar, bugün 2025 yıl 9 октябрь Атып Агроном Қалып филиалы менен Семен кезектеги Şurası болуп өтпекте. Şurasыда максатыбыз не бар? Максат азыркы күндө Агробанк тарабынан берип аткан аманатлар, пластик карта түрлөрү, кредит түрлөрү, сол боюнча кеңирээк түшүнүк берип өтөбүз. Түшүнбөгөн суроолоруңуз болсо, кошумча айтып болгондон кийин берсеңиз болот. Азыркы күндө Агробанk tarafından yürüdük kartanalarımızla 100 milyonlar çekiyordu. PK 312 sanlı kararı basarız prezidentimizin bezalı kreditleri veriyor odadır. Kreditleri verir maksatımız жұмыссыз сатылам жұмыспен тәмінлеу және де қызмет көрсету жөнелісі, істеп шығару жөнелісінде бизнес ережелеріңіз болса толық көріп шығамыз, кредит ажыратып береміз. 100 миллионнан жоғары керек десеңіз 300 миллионға шейін береді, бірақ греу есабында. Греуге не заттар береді? Тұрар жай бinalar, имараттар и автомашиналар. Осыған болады. Қазіргі күнде және жисмани шахыстарымызға махалла лайфхасы деген кредит түріміз бар. Бизнеске көмек деген әйел қыздар үшін 23%, басқа шахыстар үшін 25%. 5 жыл мүддетке береді, 2 жыл имтияз дәуірі бар. Hem сол кредит алушының пластик картасына салып беріледі. Обязательно өзін-өзі бәнт етуден өтіп, өзін-өзі жұмыспен тәмінлеу керек. Басқа қосымша сұрауларыңыз болса бере беріңіз. Сұрауларыңыз бар ма? Қосымша ол бір кредит түрі емес, бәрі не бойынша бере берсеңіз болады. Мақсаттары бойынша. Қинап жүрген сұрауларыңыз. Сұрауларыңыз жоқ болса, Kartana raqbari әйел адам болса 17%, тайпаға қарап бөледі, еркек адам болса 19%. Жұмысы да бола бере ме? Жұмыссыз ғана бере ме? Ол 100 миллион юридик картанаға ма? Ауай жұмыста болсаңыз болады, қосымша дарамат тауып істей бересіз. Бизнес реже керек, а? Бизнес реже. Имтиязы бар, 2 жыл имтияз, 7 жыл мүддетке береді. Оларды азыр кредит алуға келген құжаттарыңызды мағанда банкиріміз Шентөбе бөлімі танып шығады. Құда қаласа кредит ажыратып берудің дайындығын көреді. Рахмет.